Сәлем достар, Бигнур мен Аяжан каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз бір қызықты бір челлендж ойын ойнаймыз. Папасы шартын түсіндіріп жіберсе. Бұл экстремалды тығылмашақ. Бұл жерде 12 коробка тұр. 12 коробкаге Бигнур, Нариман, Аяжан, Нұрайша төртеуі тығылады. Мен соларды іздеймін. Маған 4 попытка беріледі. Мен соны тапсам, төртеуінде тапсам мен ұтам, ақшалай приз мен алам. Ал егер мен таппасам, екеуін тапсам бөлісеміз. Қанша тігейін? 100 мың ба? Ол 100 мың тігем 30-ға. Қалай, жартылай ұтсақ, жартылай бөліп аламыз. Келістік па? Енді мен ар бөлмеге барып тұрам, сендер тығыласыңдар. Ойын басталды. Давайте тығылыңдар. Келес бөлмеге кеттім. Папасы шығып кетті. Ал балдар, тығылыңдар. Қайсыған тығыласын? Маған? Давай. Көмектес, Аяжан. Қимылдамай отырыңдар, Нұрайша қай нөмірге тығылды? 6 деген санға тығылды коробканы. Так. Көмектесіп Нариманға. Өзің тығып аласың ба? Давай. Нариман 5 деген коробкаде. Так, Аяжан қайсан 7 деген коробкасын ішіне тығылды. Бигнур, сен қайсыған тығыласың? Соған тығыласың ба? Давай, әдемі. Кішкентай коробкаға тығылған дұрыс. Аха. Мен көмектесіп жіберейін. Бигнур 2 деген коробкаға тығылды. Так, 2, 5, 7 деген коробкаға тығылды. Нұрайша, қай коробка? 6 деген коробка. Осы коробкада Нұрайшамыз. Ал достар, қазір папасын шақырамын. Папасы іздейді. Ал достар, міне папасы кірді. Төртеуі қайға кетіп қалды? Тишина ма? Тишина болғанда осы 12 штук коробканың ішін біреуінде ғой. Қайықтасын? Сөйлемейді, Сөйлемейді. Нұрайша, Нариман, Сөйлеуге болмайды, әйтпесе тауып қоясың. Аяжан. Бұларды алдап тауып алайын деп отырмын да. Қай коробка? Папасы хитрый екен ғой. Ал енді бұларды мен бақылашқа арнайы су құйып алып келдім. Басын тесіп. Қай коробкада екен, мысалға, мына коробкада десем, бүйтіп жайлап ашып су шашамын. Өзі үшін шығады. Сөйтіп табамыз. Ал енді... Бірақ енді маған 4-ақ попытка береді, 4-ақ коробканы табамын да. Соны именно сол коробкаға су шашамын. Сөйтіп табамын. Дұрыс. Солай ма? Дұрыс. 4 попыткам бар. 12 штук коробка бар бұл жерде. Кішкентай коробкада кім тығылмаған екен? Білмеймін енді, көр. Сияма ол кішкентай коробка. Интуицияның көрейік сен, интуицияң қандай екен. Осы шықпайды қарсы, ой, барбай. Дұрыс қой, дауыстарын шығармау керек қой. Әйтпесе біліп қоясың ғой. Тыңдап отырмын да, біреудің дауысы шықпай ма деп ше. Айналған бір 12 коробка бар, соның ішінде ғой әйтеуір біреуінің. Ой, бармай. Не деген профессионал ойыншылар мынау. Жақсы көретін цифрымды айтайын. Қай коробка деп ойлайсың? Маған ұнайтын цифр 1. 1? Бірінші орын дегенде бірінші орын бәрін ұнайды ғой. Бірінші коробканы қалай. Міне 1. 1 деген саны. Бірінші попыткам. Біріншіден бастап жатырмын. Су сеуіп көрем. Кім шығатын?
су сепкен кезде ішінде адам болса өз үшін шығады. Ал жоқ болса ол жер жоқ деген сөз. Иә. Міне су сепіп жатыр қара. Аха. Жоқ екен бұл да. Бірінші попыткам кетті. Енді 3 попытка қалды. Интуицияң нашар екен сен. Екінші жақсы көретін цифрым 5. 5. Қақта 5? 5, білмеймін. Көрсей? Міне 5. Аха. Нарима! Бай-бай, су деп шықса, үндемей отырған. Нарима не үндемей отырсын? Шықпайын деп отырсын ба? Нарикош табылды. Ал енді папасы. 2 попыткам қалды енді. Иә, папасының 2 попыткасы қалды. Нариман таптым. Енді 2 попыткам қалды. Енді қайсыны көрсем болады, а? Ал 1, 5. Енді қайсы сан? 7 деген санды көрейші. 7 деген сан мені ұнайтты өзі. 7? 7. Аха. Қаяқта 7 енді? 7. Қаяқта өзі 7? 7 жазбағансың ба не? Жоқ, жазылып тұр бәрін. Қарасын қарақүлдің бәрін санын. Жоқ. Мына 7. Неқта екен ғой? Иә. 7 киелі сан дейді ғой қазақта. 7-тен 3-ші попыткам ол жерде. Мә, папасы интуициясы мықты екен ғой. Екінші рет енді Аяжан шықты. Ыстық па екен іші? Бірақ попыткам қалды енді. Бір попытка. Нарима, Жоқ, бір попытка қалды. бір попыткам қалды. Бекнұр тауы мүмкін. Райшан тауы мүмкін. Енді қандай сан? Анау. Сен қазір біреуін тапсан, біреуін таппасан, екеуін бөліп аласыңдар 100 000 теңгені. Біржан? Екі. Бірақ попыткам қалды мен. Иә, бірақ попыткаң қалды. А если вообще таппасаң екеуіңде, үшеуін бөліп аласыңдар 100 000 теңгені. Таппаған 3 адам үшеуміз бөліп аламыз ғой. Иә. Сен 3 коробканы ашып қойдың, иә? Иә. 1-ді аштым, 5-ті аштым, 7-ні аштым. Енді біреуін ашым көресің. Давай. Көрейін, 2-ні көрейші. 2-ні? Нұрайша, 7 көрейші. Терлеп кеттің ба? Нұрайша 7. Нұрайша жеңді ма? Попыткам таусылды уже 4 попытка. Или 1 попытка бересіңдер ма? Береміз ба? 1 попытка берсін да? Өйткені 4-еу, дұрыс па? 1 попытка берсін. Мақыл, давай. Дұрыс 1 попытка беруге, потому что 4 адамыз еді, иә? 4 адамға 1 попытка беру керек қой. Давай, Біржан. Тапса енді, 100 000 теңгені бәрін өзін алып кетесің. Алтын өзім ба? Интуициямен не ал енді, жүрегің тыңда. Дәу көріп көтір olur ма? 11-ді ашам енді. Соңғы попыткам. Точно ма, сол ма? Иә. Неге 11 деп ойлайсың? Енді өзім интуициям да. Просто 11 деп отырсың ба? Давай, көр енді. Жоқ. Жоқ. Таппады. Жоқ, шықпа. Ал, мақыл. Біржан, тағы 1 попытка берсем, қайсын таңдар едің? Тағы 1 попытка ма? Иә. Мен аны көрдім. 7-ні көрдім, 2-ні көрдім, 5-ті көрдім. 1-ді көрдің? 1-ді көрдім, 11-ді көрдім. Су сеуіп қойшы мені. Су сеуіп қояйын. Су сеуіп қояйын. Көргендерді су сеуіп қоймашсың ғой, шатаспау үшін, иә? Шатаспау үшін. И 5. Дұрыс па? 5 попытка, иә? 1, 2, 3, 4, 5. 5 коробка аштың. Енді бұл жерде 12 коробка ғой. 3 коробка қалды. 7 коробка бар, ашылмаған. Енді 1 попытка берсем, қайсына айырсың? Берейін ба? Берейміз ба, балдар? Иә. Қайсын біреуін ашасың коробканы, давай.
Үшті ашам. Үшті? Болды. Неге үш дедің? Интуициям сөйтіп тұр да. Интуицияң мықты екен сен, давай. Көрейік енді интуицияңды. Вот жоқ. Алты коробка аштың уже. Болды енді, Нұрайша шыға берсін ба? Шық. Шық. Шық, Нұрайша. Терлеп кетіпті ғой. Коробканың іші ыстық па не? Мә, қызық бір тығылмашақ болды ғой бұл, я? Нұрайша ұтты бұл ойында. Молодец, Нұрайша ұтты. Жоқ, екеуі бөліп алады ғой. Үшеуінді таптың ба? Үшеуінді таптың ба? Я, Нұрайша екеуміз бөлісіп аламыз, ә? 50 мыңнан бөлісіп аласыңдар ма? Призовый фондты екеуміз бөлісіп аламыз. Молодец, шапалағындар Нұрайшаға, папаларына. Достар, папамыздың интуициясы шын мәнінде мықты екен. 4 баланың ішінден 3-еуін тапты. Папасына риза болды, мен молодец, достар. Бірақ біз енді 6 рет 4 попытка деген едік, 6 попытка бердік. Енді коробка көп болғаннан кейін. Көрсінші деп, интуициясын тексеріп көрейік деп. Бірақ бәрібірден Нұрайшаны таппады. Комментария жазып кетіңіздер. Экстремалдық тығылмашағымыз қызық болды деген ойдамын. Ал достар, біздің ойымыз аяқталды. Біздің Бигнұр мен Аяжан каналына тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Всем пока!